Сәлем ханымдар мен мырзалар, бұл қайтадан тез кино. Біздің арнаға жазылыңдар, бізде әдеттегідей свежий қызық контент көп. Бүгін мен сендерге One Piece кино анимесінің жалғасын айтып беремін. Баратида тамақтаныңдар деп аталатын 5-ші серия. Құрт дайындап шай құйыңдар. Кеттік. Сонымен Луфи олардың кемесіне оқ жаудырып жатқан вице-адмирал Гарптан өзінің атасын таниды. Луфи пират кемесін жасаған кездегі өзінің балалық шағын еске алады. Сол кезде Гарп атасы оны сындырды. Өйткені ол немересінің өзі сияқты дозорный болуын қалады. Қазіргі уақытта Луфи мен оның командасы атысуға тырысуда. Бірақ Усоп өзінің барлық снарядтарын кеме каюталарына түсіреді. Гарп оларға берілуге және желкендерді түсіруге бұйрық береді. Гарптың кемесі Луфидің кемесіне жақындайды. Гарп бір снарядты алып, немересінің кемесіне лақтырады. Алайда Луфи ішін өрлеп, снаряд адмиралдың кемесіне қарай секіреді де, дозордың кемесінің желкенін ұшырып әкетіп, ол Луфидің кемесінен қалып қалады. Кейін олар тұманға түседі. Зоро қалай оның атасы вице-адмирал Гарп боп шыққанын білу үшін Луфиге жақындайды, бірақ Луфи жауап бермейді. Кейін сабан қалпақ киген жігіт еттің, майдың және қуырдақтың иісін сезіп, барлығына тамақтың иісі шыққан жаққа қарай жүзуді бұйырады. Олар тұманнан шығып Баратиге жақындайды. Балық пішініндегі кемеге. Бұл Барати деген кеме мейрамхана екен. Олар сонда тамақтанып алуды шешеді. Олар үстел басына отырып тапсырыс береді. Осы кезде мейрамхананың асханасында арық, бірақ шымыр, сары шашты жігіт Санджи менюда жоқ тамақ жасап жатыр. Шеф-повар кеп бұйырған тамақты жасамаған үшін ұрсады. Сосын оны мейрамхана залында клиенттерге қызмет көрсетуге қуып жібереді. Қара костюмін киіп ол қолында тапсырысымен мейрамхана залына шығады. Жолда ол екі пираттың қымыздың дәмді болмай шыққанына ұрсып жатқанын көріп, жекпе-жек өнерін жақсы меңгергенін көрсетіп, оларды өз орындарына қояды. Және Барати мейрамханасында ешкім төбелесіп қару қолданбайтынын айтады. Санджи Луфидің командасының үстеліне барып тапсырыс алады. Нами оны бір көргеннен ұнатып қалды. Олар қымыз, пиво және бірнеше тағамдарға тапсырыс береді. Сол мезетте дозорныйлар кемелерін жөндеуде. Вице-адмирал Гарп Луфиді жіберіп алғанына көңілі толмады. Вице-адмирал өзінің пират танысы, 7 корсардың бірі капитан Михакқа қоңырау шалу үшін ұлы телефонын пайдаланады. Ол қазір басқа пираттарға шабуылдауда. Гарп одан өзін пиратпын деп мұрнын шүйірген Луфимен шешіп қайтуды сұрайды. Осы кезде пират Дон Крик Михакқа шығып екі тапаншасымен иығында шағын зеңбірекпен атады. Бірақ Михак бұл шабуылды семсермен снарядтарды кесу арқылы тойтарады. Және Дон Крик біттіңсің деп оны өлтіреді. Гарп Михакқа Луфи мен оның командасы шамамен орналасқан Изблю аймағын айтып, жігітті қалай болса да тірі жеткізуді сұрайды. Сол уақытта Луфи командасы түскі асын ішіп, алдағы жоспарларын талқылайды. Соғышып, Санджи есеп шотты алып келеді. Луфи қарызға жазу үшін қолын қояды. Ашулы шеф-повар шығып, бұл мекеме несиеге де қарызға да қызмет етпейтінін айтып, есеп шотты қолма-қол ақшамен, тым болмаса Каспий переводпен төлеуді талап етеді. Жігіт шеф-поварға үлкен күш тапқанда, оған барлығын төлейтінін айтады. Шеф-повар бұған риза болмай, Луфиді ас үйге апарып, кір ыдыстарды жуу арқылы қарызды өтеуді айтады. Осылайша ол 1 жыл жуу керек. Осы кезде Санджи ас үйге келіп, бұдан былай даяшы болып жұмыс істей алмайтынын айтып, асханадағы жұмысқа қайта оралуын сұрайды. Бірақ шеф-повар бұған рұқсат бермей, Санджиге пашөлвон деп олардың мейрамханасынан мүлдем кетуін айтады. Кеш болды. Луфи командасы мейрамхана кеменің жаздығында отыр. Нами барлығына тағы ром алдырады. Ол барменнен Каноми аралдарына қалай жетуге болатынын кімнен сұрау керегін сұрайды. Оған бір мужик кеп, оған көмектесе алатынын айтады. Нами достарына жасырын түрде бұл аралдарға жалғыз баратынын айтады. Ол Намиге таңертең 22-ші айлаққа келуді, және олар сол жерден кемемен осы аралдарға жүзетінін айтады. Кейінірек кемеде Коби мен Морганның ұлы Гарптың шынымен Луфидің атасы мекен деп талқылайды. Коби Гарп пен какой-то бір Михактың әңгімесін естігенін айтады. Сонда Морганның ұлы Михак дозорныйлар жеңе алмаған құдіретті пираттар 7 корсардың бірі екенін айтады. Және олар бір-біріне көмектесеміз, соғыспаймыз деп келісім жасасқан. Яғни дозорныйлар корсарларымен одақтас. Луфи ыдыс жуып жатыр. Оны Санджи кездестіріп, өзінің бірінші дәрежелі аспаз екенін, ал шеф-повар бәсекелестіктен қорқып тамақ жасауға рұқсат бермейтінін айтады. Санджи арманы Изблю және Везблю өнімдерінің барлығы бар жерде, сирек кездесетін теңіз балдырларының, балықтың және дәмдеуіштердің барлық түрі бар жерде тамақ пісіру екенін айтады. Луфи ешкімге қарамай өз арманыңа ұмтыл дейді. Кенет ас үйге аштан өлейін деп атқан пират кіреді. Және Санджи оған тамақ дайындап жібереді.
Ол читер аспаз сияқты оған лайықты әрі дәмді тағам әзірлеп берді. Луфи Санджидің жақсы аспаз және жақсы адам екенін байқап, үлкен куш табу үшін оны кок, яғни кеме аспазы ретінде өз кемесіне шақырады. Осының бәрін тыңдаған аш пират пираттардың үлкен армадасының мүшесі болғанын, үлкендігі шамамен 5000-ға жуық адам және 50 кеме болып сол үлкен кушты іздегенін айтады. Бірақ олардың бәрі жоғалып кетті. Тірі қалған жалғыз өзі ғана. Сол уақытта Нами мен Зоро мен туралы фактілерді тап ойын ойнап жатыр. Бірі екіншісі туралы фактілерді айтады. Егер таппаса, ол ром ішеді. Сөйтіп екеуі сылқиып мас болады. Кейінірек Коби Гарпқа кіріп, не үшін пират Михакпен жұмыс істеп жүргенін сұрайды. Өйткені дозорнылар барлық пираттарға қарсы болуы керек қой. Гарп заң барлығына бірдей емес, және бәрі айтарлықта оңай емес деп жауап береді. Гарп әлем әділ емес, бірақ дозор оны анархиядан қорғайтынын айтады. Және ол, бала, сен дозорный болуың керексің дейді. Сол уақытта Барати кеме мейрамханасында мас усоп капитаны Луфи мен оның ерліктері туралы айтады. Бірақ оның әңгімесін Луфиді ұстауға келген пират Михак естіп, оны Луфиге апарып, онымен таныстыруын өтінеді. Усоп білмей келседі де, таныстыруға Нами мен Зороға апарады. Бірақ Зоро одан құдіретті пират Дракульде Михакты таниды. Зоро оның мансабын бала кезінен бағылап келе жатқанын және Михактың ертең өлетінін айтады. Өйткені ол оны дуэльге шақырады. Ең мықты болу үшін құдіретті қылышшыны өлтіру оның арманы. Михак таңертең онымен дуэльде шайқасуға келіседі. Нами болып жатқан нәрседен шок болды. Мейрамхананың ас бөлмесінде Луфи Санджиді жіберуді сұрайды. Себебі оның арманы даяшы болу емес, тамақ пісіру. Усоп Луфиге келіп Зороның дуэльге шығатынын айтады. Өйткені Зоро ең мықты қылышшы болуды армандайды және бұл оның мүмкіндігі. Луфи оны бұл арманнан айырғысы келмей шайқасын енді дейді. Нами ол оның досы екенін айтып, оны айнытуға тырысады. Бірақ Зоро, сен өзің айттың ғой достарың жоқ деп дейді. Нами таңертең Каноми аралдарына қашу үшін заттарын жинайды. Ол айлаққа барады. Бірақ Зоро мен басқа достарын тастап кету жақсы идея емес деп ойлайды. Сол мезетте қылышшылар Зоро мен Михак арасындағы дуэль басталады. Михак кішкентай қылышты өте жақсы меңгерген екен және Зороның шабуылдарына қарсы тұрады. Жігіттер көздері банкі болып шайқасты бақылауда. Қаһарлы шайқаста Зоро Михактың әлсіз жерін таба алмай, қылышшы оның денесін кішкентай қылышпен жаралайды. Содан кейін Михак үлкен қылышы Йороны шығарып, енді өзі шабуылға дайындалады. Михактың қылышы Йоро Зороның екі қылышына салам алейкум деп, Михак Зороның денесіне жарақат жасап беріп, ол құлайды. Луфи жараланған Зороға жүгіреді. Михак Зороны кешіреді және оны өлтірмейді. Михак оның өлуге әлі ерте екенін айтады және Луфиден мақсаты не екенін сұрайды. Жігіт үлкен күш тауып, барлық пираттардың капитаны болу деп жауап береді. Бұл мақсатты естіген Михак сәттілік тілеп, пираттық тілектестікпен Луфиді ұстамай кетіп қалады. Осы жерден One Piece киноанимасының 5-ші сериясы аяқталады. Лайк қойып комментарий жазыңдар. Қазақ тілінде сапалы контентті сендер үшін жасаймыз. Көргендеріңе рахмет. Жақындарың мен достарыңды біздің арнаға шақырыңдар.